мұғалімнің форматында или деген трендті түсіреміз. Немесе, кеттік. Директордың алдында орындыққа отырам деп қатты құлайсың, сүрініп құлайсың. Немесе үлкен жиналыста микрофонды құлатып аласың да қатты дыбыс шығады. Сенің қатты дыбыс шығады. Бүкіл бәрі саған қарап қалады. Екеуі де қатты критичный нәрсе емес сияқты негізі. Қайсысы енді? Семинарда аяқта тек директор көріп тұрады ғой. Мұғалімдер де бар. Бірақ директордың алдына келесің де бұлшет етіп қойсың. Семинарда микрофон құлай берсін. Бәрі саған қарайды, иә? Жақсы. Назарларыңызға рахмет дей ғой. Кеттік. Так, келесі. 100 дарынды, бірақ өте шумный оқушы, немесе 100 тәртіпті, бірақ ішпен оқитын оқушылар. Бұл жерде таңдау қиындау. Қиындау болғанда қалай ішпен оқитын оқушының өзін мықты қылып шығаруға болады. Тыныш отырады, бұлар? Тыныш отырады, сөйлемейді. Сөйлемей ма? Жауап сұрақ қойсам да сөйлемей ма? Иә. Ой, таста онда. Бірінші нұсқа дарындылар. Бірақ шулайды аналар. Сені тыңдамайды, сабақтың үстінде шулай береді, әңгімесе береді. Сен вообще тәртіп келтіріп аламын. 100 дарынды ғой, тәртіпсіз дарынды. Иә, тәртіп келтіріп аламын. Хорошо. Сабақта мысалы түсіндіріп мысалы келтірем деп бір ұят оқиғаң туралы айтып қою. Кринж ба типа? Иә, кринж прям ұятты оқиғаң туралы байқаусыз айтып қалдың да. Және де екіншісі сенің жаңағыдай неңді түсіріп алды бір оқушы фотоға. Бір түрлі түсіп қалған фотоңды. И соны мем қылып жүр. Қайсысы? Мем қылып жүрсе, мен оны соттап жібере аламын, иә? Қазіргі заң бойынша сондай. Кринж история бола берсінші. Все равно Бүкіл мектепке тарап кетесің. Бүкіл мектепке? Конечно, мен оқушылар естігеннен кейін прикол істеді. Стикерің тарағаннан кейін жақсы ғой. Оқиғаң тарағаны ма? Иә, өзің тарамайсың, суретің тарамайды ғой. Хорошо болды. Бірінші нұсқа жақсы. Так. Апым қандай шығарып келген ғой, дайындап. Тоқта, дайындап отырмын ғой. Дайындығы мықты. Мұғалім ғой.